Баршаңызға сәлем. Бүгін сарымсақтың пайдасы туралы айтатын боламын. Ең бірінші пайдасы иммунитетті күшейтеді. Сарымсақ вирусты ауруларды емдеуде және олардың профилактикасында таптырмас табиғи дәрілік құрал ретінде саналады. Сонымен достар, сарымсақты күнделікті пайдалану тұмау сырқауды 60% алдын алуға болатыны дәлелденген. Тұмаудың алдын алу немесе ауыра қалған жағдайда емдеу үшін күніне 2-3 рет бұрынға сарымсақтың суын тамызған абзал болады. Сарымсақтың тағы бір пайдасы ас-ішек жолдарына өте пайдалы. Оны күнделікті пайдалану асқазан сөлінің бөлінуін және темірдің дұрыс түзілуіне көмектеседі. Ас қорыту процесін жақсартады, ішек жұмысын жақсартады, тәбетті көтереді. Алайда асқазан, ойық жарасы және де басқа да аурулардың асқынуы кезінде сарымсақты қолданбаған абзал. Тағы бір пайдасы ол паразиттер. Аскаридозбен жер бетінде 1 миллиард адам ауырады екен. Бұл ересектер мен балаларда кездесетін ауру. Оны тудырушы аскарида, яғни ішек құрты. Ішек құрттарымен күресудің табиғи әрі тиімді жолы болып саналады. Сарымсақты шикі жеген жөн. Немесе 200 мг сүтке, ал балаларға 70 мг сүтке бір бөлек сарымсақты салып, әбден жұмсарғанша қайнатыңыз. Жылы күйінде сүзіп алып, клизма жасау керек. Клизманы 1 апта күнделікті жатар алдында жасаған дұрыс. Пайдасы ол теріні қалыпқа келтіреді. Яғни сарымсақтың құрамындағы дәрумендер теріні терпімді етеді. Безеудің пайда болуын азайтады. Әжімнің бет қыртысының қартаюының алдын алады. Ұнаса каналыма тіркеліп қойыңыздар, көптеген ақпараттармен бөлісемін.